Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Ал мен тоқты белгісіндегі адамдарға өзімнің болжамымды ұсынатын боламын. Ал ең алдымен мен барлық белгідегі адамдарға айтарым. Жалпы бізде жер бетінде желтоқсан айынан дейін ретроград болады. Яғни көптеген планеталар кері айналатын болады. Планеталар кері айналғанда жерге жақын болады. Сол себепті адамдарда депрессия көп болады. Адамдар көп ашуланатын болады. Ауырып қалуларыңыз ықтимал. Сол себептен депрессияға түспес үшін, ешкіммен ұрысып қалмас үшін бір курсты бастап оқуларыңызға кеңес беремін. Енді менен курс алыңыздар деп айтып отырғаным жоқпын. Өзіңізге керекті массаж болуы мүмкін, немесе бір сурет салу, тоқыма тоқу, немесе тамақ жасау деген сияқты, немесе нумерология деген сияқты курстарды оқып алсаңыз, өте жақсы болады. Бұл барлық белгідегі адамдарға арналады. Жалпы ретроград кезінде айтып отырғанымдай, планеталар жерге өте жақын келеді. Ол жақын келген планеталар адамдарға өте қатты әсер етеді. Сол себепті абай болыңыздар. Жалпы барлық жағдайда абай болуға шақырамын және сабырлы болуға шақырамын. Бір курсты бастаңыздар. Қымбат болсын, арзан болсын, бір курсты бастап, бір шығармашылық жұмыспен өзіңіз отырып жұмыс жасаңыздар. Сол кезде ешқандай сіздерде ештеңе болмайды, ешқандай депрессияға түспейсіздер. Ал кеттік енді торпақ телец белгісіндегі адамдар. Жалпы сіздерде айдың басынан бастап бір істің аяқталуы болады. Бұл бір істің аяқталуы деген, мүмкін сіз жұмысыңызды аяқтап декретке шығасыз. Немесе жұмысыңыз біткен соң, жұмысыңыз бітеді, сіздер пенсияға шығасыздар. Немесе сіздер бизнестеріңді жабуларыңыз ықтимал. Бір заңдар өзгеріп, сізге ол заңдар ұнамай бизнестен кетуіңіз ықтимал. Немесе шетелге көшуіңізге байланысты жұмыстан шығуыңыз мүмкін. Сондай бір ісіңіз аяқталады. Енді ол әркімде әртүрлі болуы ықтимал, немесе семьялық жағдайына байланысты жұмыстан да шығуларыңыз мүмкін. Сосын 2011 жылы көктем мезгілінде болған оқиға қайталанады. Мысалы, біреулер машина сатып алуы мүмкін, немесе біреулер жаңадан бизнес бастауы мүмкін, біреулер бизнестен кетуі мүмкін. Біреулер енді серіктес болып бизнес кәсіп бастауы ықтимал. Енді бұл әркімде әртүрлі болып келеді. Біреулер диплом алады. Сол енді диплом алса, қазір бір оқып, жаңадан бір курсты оқып, сертификат, диплом алуы ықтимал маусым айында. Жалпы ол қандай іс болуы мүмкін? Жалпы ол білімге қатысты, оқу білімге қатысты, немесе басқа үйге, басқа елге көшулеріңіз ықтимал. Немесе басқа елдің адамдарымен танысуларыңыз мүмкін. Мүмкін 2011 жылы сіздер бір дүниеден бас тартқан боларсыздар. Сізге керек емес бір дүниеден бас тартқан боларсыздар. Осыған ұқсас бір оқиғалар қайталанатын болады. Жаңа мүмкіндіктер көп болады, соны міндетті түрде ұстап алу керек, жібермеу керек. 3 маусым, 3 және 4 маусым күндері ешқандай шешім қабылдамаған дұрыс. Себебі ретроград кері айналған планеталар енді өзінің дұрыс бағытта айнала бастайды. Сол кезде шешім қабылдамау керек. Және де ешқандай зат сатып алмағандарыңыз дұрыс. Жалпы 4 маусымнан 29 қазанға дейін бизнесіңізді шектейтін заң шығуы мүмкін. Осыған байланысты сіздер қосымша жұмыс жасайсыздар. Енді ақша керек болады. Бірінші бизнестеріңіз тоқтап тұрса, енді екінші бизнесті жасауға міндетті түрде тура келеді. Жалпы осы кезде көп күш жұмсауға тура келеді. Жұмысыңызда бастықтарыңыз ауысуы ықтимал.
жалпы жұмысыңызда, жалпы жасап жатқан мекемеңізде өзгерістер болады. Бизнестеріңіз болса, тексеріс болады, проверка болады. Ол проверка бірнеше айларға созылады. Өміріңізде кейбір дүниелерді күтуге тура келеді. Мысалы, айлығыңыздың, дәрежеңіздің өскенін қалайсыз, бірақ жаңағы тексеріске байланысты оны ұзаққа созылады. Оны күтуге тура келеді. Жалпы маусым айында көп әйелдер бала көтереді. Бала көтереді, немесе бала босанады, немерелі болуы ықтимал. Аяқ асты бір өте жақсы мүмкіндік келеді. Оны ұстап алу керек. Жалпы кез келген мүмкіндікті ұстау, ұстамау өзіңіздің қолыңызда. Басқа ешкімнің қолында емес. Қандай жалпы мүмкіндіктер келуі мүмкін? Сіздерге бір серіктес келеді, бір достарыңыз келеді, екеуміз бірігіп жақсы кәсіп ашайық, осындай бір жақсы ұсыныстар болып тұр деген сияқты әңгіме айтуы мүмкін. Немесе бір жылжымайтын мүлік алғанда, сатқанда сәтті болады. Стиліңізді өзгерткіңіз келеді. Сосын жұмыстан кету, бизнестен шығу, немесе басқа жұмысқа ауысу, жолдасыңызбен ара қатынасыңыз нашар болуы ықтимал осы маусым айында. Неге бұндай өзгерістер көп болып кетті? Себебі өте көп планеталар қозғалып өзгеріп жатыр. Жалпы жолға шықсаңыз, жалпы сапарыңыз сәтті болады және танысуларыңыз ықтимал. Интернет арқылы танысуларыңыз мүмкін. Ақша жағында өзгерістер көп болады. Ақша алу үшін құжат дайындайсыз. Мысалы, сіз пособие алатын болсаңыз, дарадағой босанғанға дейін, мысалы, пособияға арыз, документ жинау керек болады. Ақша алу үшін документ жинау керек болады. Немесе бизнес ашу үшін, кәсіп бастау үшін сіздерге документ жинауға тура келеді. Осындай әртүрлі әркімде жағдайлар болады. Енді бұл әркімде әртүрлі болады. Мен енді барлығында бірдей осындай болады деп айта алмаймын. Басқа адамдардан үлкен көлемде ақша түседі. Ол пособия болуы мүмкін, грант, кредит, ипотека болуы мүмкін. Немесе көптен бір сіздерге қарыз адамдар сіздің ақшаңызды әкеп беруі ықтимал, қарызын қайтарады сізге. Жалпы 14 маусым күні әлемдік деңгейде бір ақшада өзгерістер болады дейді. Немесе ақша айырбастау жүйесінде бір өзгерістер болады. Жолға машинамен шығатын боласыздар. Машинаға байланысты өзгерістер болады. Машинаны аласыздар, немесе машинаны сатасыздар. Немесе машинаңыз бұзылып, соны жөндеу орталығына бересіздер. Жаңадан курсқа барасыздар. Ол қандай курстар болуы ықтимал. Ол мысалы машинаны айдап үйрену, немесе тілдерді үйрену, немесе тоқыма тоқу, немесе тамақ жасау деген сияқты бір көптеген курстарға баратын боласыздар. Сіз сататын товарыңыздың бағасын өсіретін боласыздар. Көптен армандап жүрген қымбат затыңызды жеңілдікпен аласыздар. Досыңызға қатысты ойыңыз өзгереді. Жалпы өзіңіз команда жинайсыз, сөйтіп сабақ беріп бастайсыздар. Адам үйретесіздер. Жалпы осы жылы сабақ алған, сабақ берген өте тиімді, өте керемет іс. Осы 2022 жылы. Себебі дерево элементі келіп тұр. Жалпы дерево элементі дегеніміз ол оқыту және білім алуды білдіреді. Айта кететін жайт, менде бадзыдан курстарым бар, соған жазылсаңыздар да болады. Ол менде дайын видео және де дайын материалдар. Аласыздар, өздеріңіз дайындаласыздар, елдерге көмек берсеңіздер болады. Егер жалпы сіздер кез келген адамда хобби болатын болса, адамда депрессия аз болады, адамдар көп ауырмайтын болады. Сосын
егер маусым айында торпақ белгісіндегі адамдар эко жасатам десеңіздер, эко жасатам десеңіздер, анализ тапсырып жүріп, бұл экоңыз желтоқсан айына дейін созылады. Танысу болады, жаңа көршілеріңіз пайда болады. Бауырларыңызда, туысқандарыңызда жақсы жаңалықтар болады. Өзіңізге жаңадан техника сатып аласыздар. Мысалы, телефон, ноутбук, машина да болуы ықтимал. Саяхаттауға шығасыздар және басқа үйге көшесіздер. Жалпы бізде 3-ші дом әрі рұқсат қағазды білдіреді. Сертификат, лицензия, диплом, көптеген сондай бір рұқсат қағаздарын алуларыңыз ықтимал. Жалпы менің болжамым осындай. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.